Сәлем достар, Али-Токка арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видео бізде жас отбасының бірінші бөлімі. Арнама тіркеліп, лайктарыңызды басып, подписканы басып, колокольчик басып кетуді ұмытпаңыздар. Және де біз видеомызды бастайық. Әлі тұрмаған ба не? Маған завтра жасамаса болғаны, барып өзіме жасапсам болғаны, тұрмайтын ұйқы бас екен. Киімді ауыстырып келейінші. Болдым. Енді ең алдымен тісімді шайып алайын. Тісімді жуып алайын. Ой. Тісімді жуып болдым. Енді тамақ жуым керекпін. Міне тамақ дайындап болдым. Енді жей берейін, маған ас болсын. Мына рулеттің дәмі маған иісі шығып тұр. Жеп көргім келіп тұр. Ойбай. Так. Мына өте дәмі күшті ғой. Өте дәмді екен. Мен тұрдым ба? Анау қайда? Так. Кейін балайын бірінші. Сен маған әлі тамақ пісірмегенсің ба, не? Мен пісіруге міндетті емеспін. Сен өзің пісіріп алуың керексің. Сен маған өткен тамақ пісіріп берген жоқсың. Сен маған тамақ пісіретін болсан, онда сен маған тамақ пісіріп берген жоқсың, сондықтан да саған ренжіп қалдым. Болды. Ренжімеш, мен өзім жасап алам. Дұрыс бар, кетші бар әрі қарай. Нервыма тиіп біттің. Ладно, кетеміз бір құрғырды. Не болып бір соншама? Жынды. Өзін жынды. Хотя адамға тамақ пісіп бермей ма? Өзім жасап алам, болды. Онсыз да жұмысыма кешігіп баттырмын. Тезірек жейінші тамағымды, болды. Адамның нервісіне тиді ғой, бір. Мына қызда жинап кетпейді. Мен енді өзім жинауым керекпін ба, жұмысыма кешеген деп атсам. Так, барлығын алып шықтым ғой, я. Жота бірнеше ұмыт кеткен жоқпын ғой, я. Жақсы, ұмыт кеткен жоқ екенмін. Сәлем құрбым, қалайсың, жақсысың ба? Жақсы, өзің қалайсың? Менде барлығы жақсы. Ана күйеуімде бір тамақ пісіріп бер деп қоймады ғой, жынданып. Енді пісіріп бере салмайсың ба енді? Мен пісіріп беруге міндетті емеспін, ол маған тамақ пісіріп берген жоқ, ол маған қарсы шықты. Қарсы шыққан нес? Қыз балаға қарсы шыға ма екен адам? Ер балаға қыз балаға қарсы шыға ма екен? Қарсы шыққан жоқ енді. Маған ұрысты. Неге маған тамақ пісіріп бермейсің, анау деді. Енді пісіріп бере салмайсың ба? Туй, мен пісіріп беруге міндетті емеспін. Ой, жақсы. Айтпақшы, бүгін келесің бе? Нешеде шақырасың? Дәл қазір шақырам. Так, 14:00-де шақырамын. Жарайды. Мен тамағымды ішіп болдым. Сау бол. Ура, мені құрбым кафеге шақырды. 14:00-де келсін дейді. 2-де келсін дейді. Так, не істесем болады, дайындалсам болады ма екен, ой. Әлі дайындап ал. Так, осыны кафеге киіп барамын. Құрбым мақтанып қалатын шығар, сенде осындай көйлек бар ма, не деп мақтанады, киім бар ма деп мақтанады. Ал мен кеттім, сағат неше болды екен? Мәссаған, әлі ерте екен. Оданша күтетіп тұрайын. Звондан деп аттырым. Алло, шықтым ба? Я, шығайын деп аттырым қазір. Бұл сеш кеш қалдың ғой. Ой, жақсы. Кәтім, бара жатырмын. Вау, привет, құрбым, қалайсың, жақсысың ба?
Жақсы, өзің қалайсың? Шүкір, жақсы. Мәссаған керемет тамақтарға заказ беріп қойыпсың ғой. Соны саған арналғанмын. Онда екеуміз жиі әңгімелесіп, қандай жаңалықтар бар? Сол жаңалықтар тыныш. Мен қарным ашып кетті, мына жиын кеп тұр. Жей бер. Жақсы. Дәмі күшті болыпты. Ана соктан алсыр. Қай ішіп көрейін. Дәмді ғой. Рахмет. Келіп тұрайық. Сау бол. Әйеліме бір гүл алайын деп едім. Ол менің кешірім сұрайды екен. Кешірім сұрайма менімен. Гүл алсам. Жақсы, гүл алып көрейін. Саламатсыз ба ағай? Саламатсыз ба? Ана гүлден бересіз бе, мына гүлден? Ала ғой. Бағасы қанша? Теңге сатып жатырмын, ала бер. Шын ба? Жақсы, рахмет. Ойбай. Кеш батқан сон. Мен күшті болып тұрмын ба? Күшті болып тұрмын керекпін. Маған гүлі ұнайды екен. Гүлі ұнайды екен. Бар оны кесін сұрап көрейін. Тук. Бұл кім екен? Мен ғой, күйеуің. Сен ба? Міне саған гүл алып келдім. Кешірші мені бұл ісім үшін. Кешірдім, иә. Кешірдім ба? Маған сенің гүлің өте қатты ұнады. Келші, берші. Иә, қазір тұр, қолымнан істемей тұр. Мәссаған, сені маған гүлің өте күшті ұнады, және де сені кешірдім. Шын айтасың ба? Рахмет, ура! Сен де мені кешір. Иә. Кеттік. Жүр. Менің ұйқым келіп тұр. Иә, ұйқым келіп тұр. Достар, бізде видео аяқталды. Ұнаса, лайктарыңызды басып, подписканы басып, колокольчик басып кетуді ұмытпаңыздар. Және де бұл екінші бөлім, үшінші бөлімге емес, тек қана бірінші бөлімге шейін. Просто екінші бөлімге идея болмады, үшінші бөлімге идея болмады. Сау болыңыздар.